Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Латын Америкасындағы ең танымал десерттердің бірі альфахорес печеньесін дайындаймыз. Бұл нәзік печенье екі қабат бисквиттің ортасында қою қайнатылған сүт салмасымен және де үстіне ұнтақ қант себілген түрінде және де жиегіне кокос ұнтағы жағылған түрінде дайындалады. Кофе немесе шаймен тамаша үйлеседі. Олай болса печеньемізді дайындауға кірісейік. Құрғақ ыдысымызға ұн, кукурузный крахмал, разрыхлитель және де лимон цедрасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін жұмсақ сары майымызға сахарный пудрамызды салып, аппақ крем күйіне енгенше миксерлейміз. Содан кейін жұмыртқамыздың сары уызын бір-бірден сала отырып, тағы да миксерлейміз. Содан кейін бөлме температурасында тұрған сүтімізді құйып, бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Дайын болған массамыздың үстінен ұнымызды 4 бөлікке бөліп сала отырып миксерлейміз. Дайын болған қамырымызды біріктіреміз. Содан кейін қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып алып, дөңгелек пішінді формамен кесіп шығамыз. Дайын болған печеньелерімізді 180 градус қызған пеште 10-12 минут пісіреміз. Менде 8 сантиметрлі формамен кесілген. Одан 10 штуктай печенье шықты. Егер де сіз 6 сантиметрлі формамен кессеңіз, 14 штуктай печенье шығады. Вареный сгущенкамызды миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Пісіп шыққан печеньелерімізді бөлме температурасында суытып, содан кейін вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Екі печеньені біріктіріп, кремін жиегіне жағы отырып, кокос стружкасына аунатып әрлеп шығамыз. Өте нәзік әрі дәмді печенье. Сіздер де отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, лайк басып пікір қалдырыңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз маған жаңа рецепттер дайындауға шабыт береді. Сіздермен бірге болған мархабат.